өте қиын болды. Менің эгомда, ішкі лаулап отқан Лаурамда бір-бірімен өте қатты арпалысты. Ол орындалмай қалған кезде Лаура сынып қалған жоқ па? Как будто бы бүкіл әлемнің есігіне тұқылдатып жатырмын да, алыңдаршы мені деп. И барлығы есіктерін жауып қояды да. А мен есік жабылғанымен терезенің ашылатынын түсінбей тұрмын ол кезде. Енді ертең шыққаннан кейін адамдардың түрлі пікірі болады. Лаура, қазіргі Лаура қандай пікірге дайын, қандай пікірге дайын емес. Бүкіл қызық осы жерде басталатын секілді негізі. Сәлем, бұл Лаула подкастының кезекті түсірілімі, және бүгін бізде өте қызық, ерекше формат болғалы тұр. Неге? Себебі бүгін Лаула подкастында қонақта менің өзім. Яғни мен бүгін сіздерге интервьюер форматында емес, мен бүгін сіздерге Лаула фильмінің тарихын айтатын жан ретінде, продюсер ретінде, осы бір проекттің ішкі кухнясын ашатын жан ретінде танылғым келіп отыр. Және менің ішімдегі, сіздердің іштеріңіздегі, сіздерді алаңдатқан сұрақтарды, сіздерге қызық сұрақтарды менен суырып алатын керемет интервьюер етіп, мен бүгін Эльвира Эргалина ханымды шақырдым. Эльвира, мені шақыртуымды қабыл алғаныңызға үлкен рахмет. Сізге де көп рахмет. Қош келдім сіздің жобаңызға. Мен дәл қазір психолог маман емес, сіздің алдыңызда журналист маман болып отырмын. Қалыңыз қалай? Керемет, көп рахмет. Менің мынау бағдарламама, менің интервьюіма қош келдіңіз. Қош көрдік. Қалыңыз қалай? Жүктілік қалай өтіп жатыр? Ой, честно, жүктілік керемет өтіп жатыр. Но я думала, что уже 7 айдан кейін я буду отдыхать деп. Но у Бога планы лучше демекші. Біздің проекттің дәл осы прокаты менің осы үлкен жүктілік срогыма тура келіп тұр. Сондықтан да Құдай күшті беремін десе береді екен. Шаршамай талмай қазір өте керемет қызық кезеңдерін бірін өткізіп жатырмыз. Қызымның да үлкен несі бар, екпіні бар осы бір энергияға. Өте қуаныштымын. Аман есен босанып алыңыз. Ең біріншісі, одан кейін бастағалы жатқан жобаңыз бұйырса сәтті өтсін. Әдетте негізі әйелдер жүкті болған кезде көп процесс сол ішкі баланың өсуіне, жетілуіне, өзінің күтіміне кетеді. Сізде ол жүктілікпен қатар осы жобаңыз қолға алып жатсыз. Егіз. Не түрткі болды жалпы осы жобаны бірге қатар алып кетуге? Бір ықпал еткен бір мынандай щелчок болады ғой адамда. Бұл жоба жалпы мен әлі көтермей тұрған кезімде, бұл положениеде болмаған кезімде жасалған жоба негізі. Фильмге түскен кезде мен положениеде болмадым. Сосын біраз уақыт өтті. Шын мәнінде біз бірден хотели фильмді прокатқа, конечно же, беруге. Но у нас не получилось. Бүкіл қызық осы жерден басталатын секілді негізі. Біз делали отчаянные попытки. Біздің қақпаған есігіміз жоқ деп айтсам болады. И знаете, менде бір андай момент болды да. Мен түсірдім ғой бұны. И как будто бы весь мир уже бір маған ашық секілді көрінді да. Ал реальность еще в Казахстане деп айтам ба, вообще ондай болмады да. Маған типа кинокритиктердің неше түрлі критикасы, былай қарауы, сен не істей аласың, бұл не фильм бұл, это любительский жоба деген сынды түрлі сын пікірлер біраз осы жобаның артқа қарай шегінуіне үлкен әсерін тигізді ғой. Получается, 9 ай бойы біз полкада сақтадық қой. И мен түсіндім, что егер менің фильмім хард дискте қалып кететін болса, мен оған өте қатты өкінетімді. И бір күні мен Құдай, сен маған осы жолды көрсеттің, фильмді түсірткіздің, бір рет достарымызға арнап үлкен премьерасын жасатқыздың. Сонда осымен бәрі бітті ма деген сұрақты мен өз-өзіме қойдым да. Мен там бездействовать еткен жоқпын одан кейін. У меня были проекты, уақыт жоқ, жұмыс қой. Но бәрібір ішімде мына жерде бірдеңе қалып тұрады да. Фильмім до конца жетпеді ғой. Оның посылы ол азақ адамға көрсету емес, или оның артынан ақша жасау емес та. Сол фильм арқылы мен қаншама адамды былай айтқан кезде өзімнің қолымнан келгенше оятқым келеді, көрсеткім келеді да. Оның үлкен миссиясы бар, ол үлкен арманнан туылған дүние да. И сондықтан да маған қанша әлемнің ақшасы да маңызды болған жоқ. Осы фильмнің жарыққа шығуы үшін
и әлі күнге дейін менің вниманием, менің бюджетім ешқандай спонсорларсыз салынып жатқаннан кейін мен до конца алып барам деген шешімді қабылдағаннан кейін мен қазір айтып отырмын ғой 7,5 айда мен прокатқа беріп өйстіп отырамын деп мен мүлдем ойлаған жоқпын. Мына нәрсенің барлығы өте спонтанно уже бір шешімнен кейін болып кеткен дүние ғой. Мынандай да ең қызығы ол қанша попытка жасалды, бір точкаға бит етіп жатырмыз, и всегда неудача, и всегда біздің алдымыздан келіп есікті жабады, и всегда отказ келе берді, отказ. И мен үмітімді до такой степени уже сөніп қалған ғой ол кездерде. И жақында мен бір момент осы нәрсе маған қайтадан бүйтіп жанады да, жарық болып. Идея келеді. И просто мен соған қарай қарсы бара салам ғой. Менде уже ожидание жоқ та бұрындағыдай, алады, мені қолдайды, все меня поддержат деген. И дәл сондай ожидание жоқ кезде менде начало получаться. Я еще начала рисковать еще больше. И құдайдың өзі жеңілдетті. Лаураның ішкі еркіндігі қалыптасып, ұлғайған кезде сырттағы нәрселерді оңай бола бастады. Қазір ең бірінші біз трейлерді көріп алайық. Көрермендерге де көрсетейік. Сенің ең үлкен арманың қандай? Білмеймін. Бай болу шығар. Ал бақытты отбасы болу үшін? Сен үшін алаңдай, ойымды айтты. Ата, мен тарихты оқып шаршадым. Енді тарихты өз қолыммен жазғым келеді. Неге істесің? Неге жібере салмайсың? Адам деген ессіз туып, ес адам өмір сүреді. Менде де үлкен армандар болды. Барлығына қол жеткізем деп ойладым. Бірақ қай жерден шалыс кеткенін білмеймін. Бірақ сәтті айырылдым. Рахмет, мама, мен бәрінен үздік болдым, бас жүлде меніңкі. Лаура, осы трейлерде сіз қазіргі Лаура емес, бір өте кішкентай қыз сияқты көрінесіз. Бұл қанша уақыт бұрын? Бұл 6 жылдық тарихы бар менің өмірім ғой. 6 жыл бұрынғы Лаура. Түсірілген уақытта фильм бізде 2023 жыл маусым айында түсірілді. Бір жыл бұрын. Бір жылдың ішіндегі Лаура мен қазіргі Лаураның екеуінің айырмашылығы кәдімгідей біраз өскен деңгейі бар, Демек, сіз оны түсірген кезде мотивіңіз басқа болған, қазір сіз оны халыққа тарататын кездегі мотивіңіз басқа. Окей, енді фильмнің түсірілу себебіне келейік. Ол идея қалай туындады? Жалпы бұл өте үлкен процесс негізі. Фильм түсіру, оның командасын ұйымдастыру, одан кейінгі процесстер бар, оны уже халыққа көрсету деген өте үлкен жұмыста. Сол алпауыт жұмысты жасайтындай адамның ішінде бір итеріп тұратын, ең мықты мотивация беріп тұратын бір моменттер болады. Ол адамның өзінің арман мақсаты және одан да басқа бір шақырып тұратын, күш беріп тұратын нәрсе болады. Ол не болды сізде? Именно қайдан пайда болды ол? Фильмді түсіру керек деген нәрсе, идеясы. Жалпы, осыдан бір жыл бұрын фильм түсірілсе, бір жыл 2-3 ай бұрын мен Балиге барам. Мен Балиге демалысқа барам, очередной запусктан кейін. И Балиде мен әлі есімде сол момент, сондай бір опечатанный моменттер менің есімде қалып қояды екен. Әсерлі моменттер. Мен өзім бір вилланы снимать етіп алғам, алдында бассейні бар, и өзім жалғыз барам ғой ол саяхатыма. Жағдайлар солай болып қалады, мен күйеуімде ешкім қасыма бармайтын болады, мен өзім баратын болам. Ал Бали ол былай айтқанда жердің екінші бір түбі. И барамын, жатам. И бір кезде мен тиктоктағы хейтерларым есіме түседі ғой. Мына қыздың өмірі кино ғой деп андай умыслмен жазады да. Менің өмірімді адамдар инстаграмнан көрген кезде өмірің кино деп айтады. Ол жақсы жағынан болсын, жаман жағынан болсын деген секілді ше. И реально сөйтіп мотивациялатындар да адамдар болатын еді да. И мен жатам, өздерінің айтқан адамдардың сөздері маған әсер етеді да. Бірақ өмірім реально кино ғой деп ойлаймын ғой ана жерде. Қазір аламда номеріме звондаймын да, баланы пастамды алып келгізіп аламын, бір суға түсіп шығамын,
өзім бір үлкен төсекте жатамын, сол моментте ойлаймын да, вот негізі оның артындағы ешқандай фундаменттің ондай өмірге мені алып келмегенін, ондай бір менің үлкен поддержкамның болмағанын мен өзім іштей білемін ғой, менің қайдан шыққанымды ше. еңбекпен келген. Иә, еңбекпен келген. И мен ойлаймын да, шын мәнінде өмірім кино, бірақ оның ар жағындағы Лаураны әлі ешкім білмейді ғой. Блог жүргізген Лаураны біледі, миллион табатын Лаураны біледі, но оның артындағы Лаураны білмейді да ешкім. И мен сол дүниені қанша сторителлингпен айтсам да мен оны жеткізіп үлгермейтінімді түсіндім да блогта. И неге оған кино түсірмеске деген сол кезде маған сол Балиде идея келеді. Мен айтамын ғой, мен идеямды 3 миллион теңге 4 миллион теңгеге сатып алғам деп. Сол жақта қаңғырып жүріп сол кезде келеді да маған. И мен Қазақстанға келем, Қазақстанға келе сала сол жақтан келген идеямен командамен бөлісемін. И тут самое интересное, біздің көз алдымызда кино деген не? Біздің көз алдымызда кино деген, біз 3 видеографты алып аламыз, короче. И сөйтіп өзіміздің командамызбен Петропавлға барып, мен студенттік кезімді мен мына жерде жатқам, мына жерде үйткем деген нәрсені Реалити шоу көрсетеміз. сияқты. Иә. Ленгерге барып көрсетеміз, Алматыда көрсетеміз. И все, осы менің кином деп мен ойлағам ғой. Менің кино жайлы представлением, чтобы вы понимали, осындай болды. А потом мен білмеймін, жаратушы осыны өзі қалады ғой, өте үлкен сол жаратушының көмегімен істелінген дүние ғой. Сондай адамдар кездесе бастады бізге, который прям уже профессиональный жолдап бізге ұсынды да. Сценариймен, художественный, драма жанрында, ал давайте полный метраж түсірейік деп, сондай ұсыныстар тастай бастады. И біз ана нәрсеге мен өмірімде актерскийде оқып көрмеген, мен білмеймін ішкі кухнясын мүлдем. Но олардың айтқанында это было так интересно, это было так красиво. Дәмді қылып айтты. Дәмді болды, иә. И мен тұрам да, неге осы жолды жасамасқа деймін ғой. Давайте жинайық, кім гример, анау, мынау. И солай қалай жүріп, біз 30 адамнан жиналатын площадканы жинап алғанымызды білмей қалдық. Режиссер мен операторға да осы моментте үлкен алғысымды айтқым келеді. Олардың дебютный проекті болды. Поэтому олар өздерінің жүректерін салды да. Поэтому олар, вот мен когда киноны түсіретін кезде, менде, ой, Құмаш, сен мына бюджетіңе бұндай түсіруге болмайды деген адамдар кездеспеді да. Вот кино уже шыққаннан кейін барып, сондай нелер критика бастала бастады да. А оған дейін тек қолдау бола бастады. И мен киноға мен әлі айтам, ішкі кухнясын білмей кіріп кеткен адаммын. Мүмкін мен оның ішінде реально қандай қиын екенін білгенде, мен бұл жобаны бастамаста едім. Иә, білген нәрседен алдын ала қорғанасың. Бюджет қанша болды? Білмеймін, бүкіл қонақтар келгенге бәріне сол бюджет қызық. Жаңа өзіңіз айтып өттіңіз ғой, бұл бюджетке кино түсіру мүмкін емес деп айтты. Демек, бір шағын бюджеттен сондай бір үлкен туын шыққан болып тұрған. Егер сондай болса, онда ол команданың кәсібилігін көрсетеді, мықтылығын көрсетеді. Аз нәрседен көп нәрсе шығара алу. Бізде қазір мына жерде қысқаша мен түсіндіріп өтсем адамдарға, в целом киноның бюджеті қалай есептеледі, иә? Ол жерде 30 команда мүшесінің өзінің алатын проекттегі зарплатасынан бөлек, күнделікті сен оларды таңертеңгі таңғы астан кешкі ужинға дейін сенің мойныңда. Олардың арғы локациядан бергі локацияға жүруі барлығы сенің мойныңда. И бір күндік просто сенің съемкаңның просто организационный моментіне $1000 көп ақша кетеді негізі. 30 адам. Олардың жататын жері, если бәрін бірге алып баратын болсаң. Плюс актерлардың зарплатасы деген секілді гонорары, иә? Иә. И біздің салынған бюджет ақша, ол киноиндустриясында, иә, ол аз ақша. Ол аз бюджет. Но предпринимательдер үшін, плюс запускпен айналысатын адамдар үшін ондай ақшаны алып киноға сала салу, ол үлкен сумма. Енді смотря қай жерде кімнің қандай көзқараспен қарайды деген секілді ғой. Біз киноның бюджетін не раскрываем, так как это конфиденциально. Солай о бастан келісілген болатын. Өздері бағасын береді деп ба? Окей. Мынандай нәрсені байқап отырмын да. Әу баста киноның кухнясын, ішкі процесін білмей кіріп кеттім дедіңіз. Ол эмоциямен болады, іштегі лаулаған, кәдімгі мен қалаймын деген бір қалаулармен болады. Армандарың міне орындалып жатқан сияқты. Одан кейін келіп кинотеатрға шығарам деген мақсат болды ғой, ал әу баста. Ол орындалмай қалған кезде Лаура сынып қалған жоқ па? Ол орындалмай қалған кезде Лаура былай жасайтын.
мен әлі тағы да есімде, мен моменттермен солай өте қатты впечатление алатын адаммын да. Отырмын машинада, и мен көзімнен жас деген кетіп жатыр, потому что мен андай да, как будто бы бүкіл әлемнің есігіне тұқылдатып жатырмын да, алыңдаршы мені деп. И барлығы есіктерін жауып қояды да. А мен есік жабылғанымен терезенің ашылатынын түсінбей тұрмын ол кезде. И мен жылаймын ғой. Мен қатты сол кезде жылаймын. Өзім жақындарыма, сенетін адамдарыма. И олардың ойында типа, ой, Лаура, сен фильм түсірдің ғой, енді оны шығара салу оңай. Ештеңе етпейді деген сайын, ана нәрселер менің жүрегіме одан қатты тиеді ғой. Сендер түсінбейсіңдер деймін. Сендер мені бұл әлемде ешкім түсінбейді деп жылаған видеом бар да. И шын мәнінде өте қиын болды. Менің эгомда, ішкі лаулап отқан Лаурамда бір-бірімен өте қатты арпалысты. И у меня был такой момент, вот осы ненің алдында, премьера уже прокатқа берілетін алдында мен бір момент, я уже задумывалась сдаться. Осы жақында? Жақында, бір апта бұрын буквально, я думала сдаться. Мен оған дейін, мен мысалға кино еш жерде жоқ, әлі еш жерге салынбаған, мысалға оны көрген адамдардың саны аз ғой. И ютубқа да салынған жоба емес та, уақыт өтіп баратыр, уже 1 жыл кетіп жатыр. Если мен босанатын болсам, ол тағы да келесі жылға қалады деп тұр ғой. И оның актуалдылығы кетуі де мүмкін да уже. И мен тұрдым да, я сдаюсь дедім. Да, я не смогла, и что? Я не смогла деймін да, и все, ютубқа сала салам. Возможно, ол ютубта атса, атпаса, окей, но бір тарих болып қалсын деп, мен уже сдаюсь реальности. Уже жоқ, мен істейм деген жоқ та ана нәрсе ше. Я сдаюсь реальности. И маған сондай жеңіл болды. Менің бүкіл артымдағы ауыртпашылығым артқа қарай түсті. Мен уже бұл ютубқа сала салам дегенде уже. Көретіндер көрсін, мақұл деген секілді. И все. Сол моменттен бастап, я не знаю как, но реальность начала работать так, что біз уже контракттарға келсе бастадық, что мен уже еще больше сумма накопить етіп, еще больше, былай айтқан кезде, жақсы бюджетті рекламаға, ары қарай прокатты продвигать етуге сала алатын деңгейге мен осознанно өстім. Ол ақша менде ол кезде де болды. Но мен тағы да одан көп ақша бюджет анаяққа салуға мен ментально дайын болмадым ол кезде. Супер. Қай уақыттан бастап шығады? Бұйырса 18 сәуірден бастап. 18 сәуір Қазақстанның барлық кинотеатрларына келіңіздер. Лаула фильмін көріп, ішіңіздегі сәулені, қалауды, өмірге құштарлықты лаулатып шығыңыз. Мен өте қуаныштымын, өйткені кішкентай ғана қыз, қарасаң, қаршадай ғана қыз, қашан көрсең тыпың еткен еңбек етіп жүреді, бір нәрсені жасап жүреді, және бұл өте үлкен еңбек тұрады, тек өзіңнің ғана емес, үлкен командалардың еңбегі тұрады. Ол команданың бюджетінен бөлек, ол команданы басқара алу, біріктіре алу дегенде өте маңызды процесс қой, кәдімгідей организациялық ұйымдастыра алу қабілеті. Бұның барлығын қолданып жүргеніңізге өте прям тамсанамын. Дәл сіз сияқты қыздар негізі өте көп болсын. Окей, енді бізде көрермендеріңіздің арасында сіз сияқты арманы бар, фильм түсірсем, менде бір жобалар жасасам, шетелге қыдырсам, өзімнің қалауымдағы заттарды ала алсам, үлкен-үлкен мүліктерді алсам деген сияқты өзінің арманы бар, қалауы бар адам болуы мүмкін. Яғни ол әу бастағы нүктеде тұрған Лаура деп алайық. Камераның ар жағында, экранның ар жағында көріп отыр. Ол Лаураға қазір осы нүктеден не айтар едіңіз? Не жетеледі ол Лаураны, мына Лаураға дейін? Лаулатқан не нәрсе? Честно, мен осы сұрақпен өзім көп өз-өзіме қойып ойланам да. Неге именно мен? Қалай? Не үшін? Себебі осы нәрсенің секретін білу үшін де қаншама адам келеді ғой, енді менің де осы сәулемді жағуға көмектесші деп. Сол кезде менің мынандай бір шығарған түйіндемем бар. Мен осы нәрсені реально түсіндім да. Өмірде адамның жеңімпаз немесе жеңімпаз емес болуын айқындайтын тек бір ғана дүние бар екен. Ол чисто менің философиям, ол адамның шешім шығара алуы. Біз өмірде бүкіліміз шешіммен өмір сүреміз.
бүкіліміз біз шешімді шығарамыз, но сол сенің шығарып жатқан шешімдерің қаншалықты сен қалайтын точка Б-ға жеткізеді деген сұрақ. Егер бізде, мысалға, қазір менің орнымда болғысы келетін, бірақ экранның ар жағында отырған адам менің қазіргі кезеңіме келу үшін, менен де асып кетуі үшін, оған дұрыс шешімдерді шығара алу қажет. Дұрыс-бұрыс деген шешім жоқ, есть только последствия, но сол последствиелерді осознанно түсіне алып отырса, каждый раз таңдау жасарда, шешім шығарарда, не жаңағыдай Лаураға былай көзін байлап алып, жай ғана оның артынан істеген тупа нәрсесін істеп қайталау емес, кішкене үңіліп, ал менің изюминкам неде? Мен қалай қайталасам болады? Қазір трендте не болып жатыр? Сол трендті қалай ұстасам болады? Егер ол ұяла беретін болса, қорқа беретін болса, мен неге ұяла берем деген сұрақтарды адам өзіне қойса, ол жайлап сұрақ сол бүкіл реальностьтің жаңадан қалыптасуына көмектеседі негізі. Біз өзімізге сұрақ қоймаймыз ғой вообще. Бұл қадамдар фильмде бар ма? Иә. Неден басталды, қалай жүрді, Да, қалай болды? Мен кстати. негізі сол жауапты күттім да. Фильммен көріңіздер, келіңіздер, сол жақта деген нәрсені күттім мен. Кстати, Яғни да. ол жақта бар. Ол жақта бар, иә. Ол жерде кәдімгідей кульминационно күшті кезеңдері бар да, реально мені сындырған моменттер болады. Сол моментте адамдар екі жаққа қарай, екі тарапқа кетеді да, сондай историялар өмірлерінде болса. Енді бірі тіпті қолдарын сілтейді и құлайды, өмірден үмітін үзеді, әкесіне деген өкпесі қара қазандай болып, сол өкпеге фокусты қоя береді. А енді бірі басқаша жасайды. Міне осы шешім, міне осы таңдау, міне осы дүние ғана біздің жеңімпаз болатынымызды немесе жеңілетінімізді көрсетеді. Ал хотя сынақ ол бүкіл адамға бірдей келеді, сабақ ол бүкіл адамға бірдей келеді. Лаура осы деңгейде болса, тағы басқа адам, Эльвира ханым осы деңгейде болса, олардың өмірі бір вообще басқаша күшті, или же бізге түсініксіз жолмен аспаннан салбырап түскен. Иә, аспаннан түскен секілді деген дүние негізі шын мәнінде жоқ қой. Негізі осы тұста психолог маман ретінде бір астын сызып айтып өткім келеді. Ертең фильмде де жанры драма болғандықтан ол көрсетіледі деп ойлаймын. Яғни әрбір адамда негізі отбасының жағдайына байланысты балалық шақта түрлі травма болады, психотравма болады. Сол травма адамның не өсуіне көмектеседі, не өшуіне көмектеседі. Яғни жетістікке жетіп жүрген адамдардың барлығына да ішкі травмасы әсер етеді. Жетістікке жетпей қалған адамның бәріне де ішіндегі түрлі травмалары әсер етеді. Вот осы өте маңызды моментта. Кейбір адамдар сол жаққа батып кетуі мүмкін. А кейбір адамдар өзінің армандарын қадамын жасайды, бір деңгейге жетеді. Одан кейін ғана өзінің көптеген процесін ақтарып, соны ретке келтіре бастауы мүмкін. Иә, мен сізбен толығымен келісемін. Анау пример секілді ғой. Анау мысалға екі выбор бар да. Мысалға, сен неге кіресің? Подъездге. И подъездде бір адам сол подъездге былай айтқанда кіші дәрет сындырып тұрады да. И бір адамдар болады, не істеп тұр, фуй, дейді. А бір адам қандай адам болмау керек екен. Егер сен еңбектенбесең, қандай дәрежеге түсетініңді көреді да, ана жақтан сабақ алып кетеді деген секілді тема ғой да. Ал енді үшінші бір адам тура соны істегенін қайталайды деген секілді. Это оказывается норма деген секілді ше. Иә, норма деген секілді. Окей, фильмге келейік. Бұйырса прокатқа шығады. Сізде қандай іштей бір үміт ба, күтетін не бар? Честно. Өйткені қазір сөзіңізді бөлейін. Фильм қазір өте көп. Түрлі жанрда шығып жатыр. Ол жақта деген қазір көрермен таңдайтын болған, талғайтын болған. Ертең қандай реакция беретінін де білмейміз. Барған адамдардың, біреулердің күтпеген нәрсесі вау болып кетіп жатады. Кейбіреулердің қатты күтіп қойғаны өкінішке қарай кішкене басқаша реакция беруі мүмкін. Сізде қалай болады деп ойлайсыз? Честно, знаете, кеше біз уже бүкіл жерлерде афишалар қойылып жатыр, баннерлер ілініп жатыр, лед экрандарға бүкіл жерге шығып жатыр, и мен тексеріп жүрмін да сол нәрселердің барлығын. Кеше күйеуімізбен бірге барып тексеріп келдік, әр торговый центрда қарап ше. Романтиканың жаңа түрі. Уже романтиканың жаңа түрі точно. И мен мына сұрақты машинада кетіп бара жатып өзіме қоям ғой. И күйеуімнен де сұраймын, и қазір сізден де сұрағым келеді. Маған қызық деймін да, жан, феномен кинолардың атуында неде деймін да.
мүлдем үміт күтпеген, мысалға былай қарайтын болсақ, Оян қазақ фильмі өте керемет фурор алып келді ғой. Хотя ол жақта мысалға кинопарк киноплексте шықты. Біздің кинода кинопарк киноплексте шығады бүкіл Қазақстан бойынша. Получается, ол жақтарда астарлы маркетинговый ход жасалған жоқ. Ол тем более дайындықсыз. ол тем более кино осыған дейін ютубқа салынған бірнеше сериядан тұрады. Сол нәрселердің қырқылып жасалған деген секілді ше. Өте көп андай вроде бы атпайды деген нәрсеге көп себеп пен факторлар, маркетинговый инструменттер қолданылмағаннан кейін сен солай ойлайсың да. Но бірақ ол фильм жарды ғой. Ол фильмнің маркетологы әрбір қазақ болды да. Әрбір халық болды да. Эмоциясын көрсетіп жатыр. Иә. Ал кейбір фильмдер бар, не деген бюджет салынады. Бүкіл постер, бүкіл баннерлерін, бүкіл жерлерінде жүреді, но ол проекттер мүлдем атпайды да. Былай қарасаң, инструменттің бүкілін пайдаланып көреді ол. И осы жерде менің кеше келген бір түсінігім, бір тылсым. Жоқ, күйеуіңіз не деп жауап берді? Сіздікі пока керек емес. Бірінші күйеуіңіз, сосын сіздікін тыңдаймын. Күйеуім Тимур былай айтады, соны айтты. Жан дейді да, ең бірінші Оян қазақтың жанры дейді, ол адамдардың бүкіл қазақтың ішіндегі болын ашты ғой дейді да. Бүкіл қазақтың көз алдынан өтті ғой. И бүкіл қазақ былай айтқан кезде андай патриотизм деген нәрсе өте қатты ойнады дейді да. Солсы бар деді. Ол бірінші момент. Оны мен де келісемін. И екінші момент айтады, бағанағы маркетолог болды дегенді сол кісі айтты негізі. Мен өзім атынан айтып отырмын ғой, негізі бүкіл қазақ маркетологы болды деп. Сөйтіп айтып отыр. Бүкіл қазақ оның маркетологы болды ғой дейді да. Весь Казахстан заинтересован, чтобы этот проект продолжался да ше. Бәрібір емес адамдарға бір сезімдер оята алды дейді. Осы ғой жан ең бастысы деді да. И мен деп ойландым, шын мәнінде дедім. Шын мәнінде. И плюс менің ойымша енді қазір мен білмеймін. Мен не күтерімді де білмеймін. Адамдар ойлайды, Лаура бәрін біледі. Бірдеңе істейін деп айтсам, Лаура сен жасай аласың. Мені. Ну айтам да. Жауапкершілік. Айтам да. Ребята, если честно, мен білмеймін. Мен білмеймін еш нәрсені. Мен сол баяғы жай ғана өзінің тырпаңдап әрекетін істейтін, бірақ істеген әрекеті үшін мың ойланатын, қорқатын, жастыққа барып жылап алатын, мен сондай адаммын. Но мен соны істеп жүрген адамдар менде қорқыныш жоқ деп ойлайды да. Честно, я очень сильно боюсь. Мен отобью мен салған бюджетімді, или вообще не отобью. Ол маған қорқынышты, я. Маған қорқынышты өте ма, өтпей ма? Я, маған қорқынышты. Маған бүкілі қорқынышты. И мен шығатын результатын білмегеннен кейін қазір андай көзім байлаулы да, жай ғана бүйтіп сипалап жолдарды кетіп бара жатырмын. И оның қайда апаратынын білмеймін, бірақ қайда алып барса да ол хайырмен деп ойлаймын. И ең басты я внутренне отпустила. И все суммы, и өтсе де өтпесе де мен екі исход событиге де дайынмын. Енді ертең шыққаннан кейін адамдардың түрлі пікірі болады. Тіпті үнсіздіктің өзі негізі ол пікір айтылған. Үнсіз қалудың өзі. Лаура, қазіргі Лаура қандай пікірге дайын, қандай пікірге дайын емес? Бұл өте маңызды деп ойлаймын. Өйткені бұл жерде адамның өзінің пікірін білдіруіне рұқсат ету, оның пікірін өзгертуге тырыспау, бұл адамның ішкі діңгегінің нығайғанын білдіреді да. Мысалы, фильмдегі Лаура мен қазіргі Лаураның осы жағынан айырмашылығы бар ма? Мен былай жауап берер едім. Мен фильмге байланысты әрбір пікірдің орын алуына, болуына дайынмын. Я қабылдаймын. Я разрешаю вам выражаться так, как вы хотите. Но я хочу добавить от себя то, что ең бірінші момент. Ол, мысалға, кинокритиктердің, мысалға да, айтатын моменттері критикасы болады, мысалға, конструктивті критикасы. Реально, мына жердегі звугі дұрыс емес, мына жерде кадр дұрыс алынбаған, сценарийде мына жерде ауытқу бар деген секілді моменттері болуы мүмкін да. Мен оны қабылдауға дайынмын. Но бірақ мен мына нәрсені айтқым келеді да. Өздеріңіз ойлаңыздаршы, оны 22, 23, 24 жасар адамдар мынандай бар дүниеден мынандай нәрсе істеуге тырысты. Бұл біз звуктың қай жерде
дұрыс болу керек екен оператор или звукорежиссер білмейді деген сөз емес. Просто бізде иногда қымбат аппаратқа жағдай болмады. Просто біз түсініп тұрмыз мына жер қате екенін, но сен бүйтіп тыкать етпесең де, біз оны білеміз. Біз бы их переделали, была бы наша возможность. Но өмірде мысалға даже сондай жағдайлар болып қалады. Бір қызықты айтайын, алдында операторыма звондап, операторға звондап, біз айтамыз, срочно трейлерді өзгерту керек, кино прокатқа шығайын деп жатырмыз. Да такой себе тез болып жатыр ғой. И ол шок просто. Шокта. И до такой степени оператор өзінің жұмысын жақсартқысы келеді, тағы да. И айтады ғой, қыздарға айтыпты, Лаураның іші қатты шығып кетті ма? Кейбір сахналарын переснимать ету керек еді, күшті болатын еді дейді. Потому что форс-мажорный ситуациялар бізде болды. Бір сахналарды оператор басқаша көрді негізі, но бізде ондай нәрсе болмаған екен, басқаша жасауымыз керек болды деген секілді ше. Вот сондай моменттерге мен ең бірінші түсіністікпен қараған қалаймын. Бұл бірінші момент. Бұл қателіктердің бар екенін біз білеміз деген момент. И екінші момент, бұл айтады ғой, я разрешаю вам быть такими, какие вы есть. Мен типа маған хейт айтпаңдар деген секілді айтпаймын. Нет, возможно, ол хейт маған еще больше идея береді. Өзгенің ойын басқармайсыз. Пікірін басқармайсыз. Да. Супер. Унамады. Бұл өте маңызды. Қазір көріп отырған жандар болуы мүмкін. Ертең бір проектісін жасағысы келеді, бір нәрсесін ұсынғысы келеді. Ол да фильм түсіргісі келетін шығар, кітап жазғысы келетін шығар. Бірақ көп адам өзгенің ойына ықпал еткісі келеді, да? Өзгенің ойын, мен туралы ойын өзгертсем деген өзінің контрольдарынан аттай алмай қалады. Бұл өте маңызды момент, дәл осы жердегі. Және Лаураның бұл деңгейге қалай жеткені, менің ойымша осы фильмде көрсетіледі. Қайдан бастау алды, өйткені дәл осы күйге адам келе салмайды. Ол әр нәрсені бір көргеннен кейін, әр нәрсені жасап көргесін, түрлі эмоцияны өткергеннен кейін, психика жағынан уже ересектік деңгейге қадам басқаннан кейін бұл ойға келеді. Яғни жіберу. Мен туралы не ойласаңдар да, мен сендерді құрметтеймін, қабылдаймын, бірақ мен бәрібір тоқтап қалмай өзімнің жұмысымды жасай берем, қалауымды жасай берем. Супер. Себебі ол проектте душа бар. Ол проектте кішкентай қыздың үлкен арманы бар. И егер мен сол үлкен арманды өзгелердің конструктивті, күшті пікірлеріне айырбастай салатын болсам, онда мен неге мынаның бәрін жасадым? И мен түсінем то, что адамдар даже хейт айтқан кезде де, это не от силы, это от внутренней слабости иногда. Кейде менің бір осындай бір іске бара алғаным, ол адамдарды триггерить етіп жіберуі мүмкін. Ол адамдардың ішкі жан дүниесінде бірдеңе болып жатқанын түсінемін да. И сондықтан да нет, вообще наоборот, мен өзім хейтерларын жақсы көремін деп айтамын. Почему? Потому что жандарым өмірлерің итак қиын ғой, давайте жазып қалдаршы маған. Мақұл, мен ақ көтерем деп прикол ұстаймын. Поэтому солай. Қуаныштымын, өте қуаныштымын. Сәтті бола берсін. Жалпы қазір фильм өте көп. Мені қуантатыны шығармашылық дамып жатыр. Мейлі қандай жанрда болсын, қандай сапада болсын, қандай деңгейде болсын, солай ақырын қалыптасады. Ең бастысы бар. Және көрерменнің де мәдениеті қалыптасып келе жатыр. Қазір талғам қалыптасып келе жатыр. Көп нәрсені бәрін бұрын дефицит кезде бәрін ала беретін еді ғой. Қазақша болғанына шүкір деген сияқты. Қазір ендігісі көбейіп жатыр. Осы санның арту арқылы сапада келеді. Ары қарай жалғасады. Ал енді Лаура, окей, бір фильмді түсіріп көрді. Одан кейін ары қарай осы киноиндустрияда продюсерлік жолын жалғастыруға дайын ба? Әлде нәтиже шеше ма? Өйткені мынадай жағдай бар. Кей адамдар бастап көреді. Егер болмай қалса, тоқтатып қоя салу мүмкін. Яғни бюджет ақталмай қалса, өзі ойлаған бір сумманы таппай қалса, ол тоқтату мүмкін. Негізі бұл қалыпты нәрсе. Ал кей адамдар бірінші кезектегі қателігінен сабақ алу арқылы келесі жолы тағы жасап ары қарай өсуі мүмкін, да? Сізде қалай болады? Честно, андай да. Қазір мен осы фильмге байланысты жоспарыма былай айтам. Уже сондай үлкен жол жүрілді. Енді артқа қарауға тым кеш. Тағы фильм түсіремін. Мен бұл проектті до конца жеткіземін. Мен ол проектті жарқыратамын. Ол менің сәбиім да. Ал ары қарай
оның артынан тағы да ере ма, ермей ма, ол еретін болса да проект кино бола ма, әлде басқа жоба бола ма, мен білмеймін. Мен білмеймін. Мүмкін, я Лаула 2 түсуі де мүмкін да мысалға. Уже менің осы кезден кейінгі қалыптасқан өмірім. Возможно, басқа тағы да фильм түсірілуі мүмкін да. А возможно, мен өзімді халыққа, осы өзімнің өмірлік миссиямда, мен басқа жобалар арқылы танылтамын да, жеткіземін де, құндылықты ары қарай ұштартырамын да. Бұл Лаула фильмі бизнес проект па, әлде шығармашылық проект па? Жаңағы біз айтатырмыз ғой, мы переделали трейлер дегеннен түсінуге болады деп ойлаймын, потому что трейлері оның душамен жасалған проект еді да ол. А қазір енді ол неге шығып жатыр? Прокатқа. И ол жаққа коммерческий план қосылмаса, адамдар менің ол жақта душамды қаяқтан білет, олар егер ол нәрсені мен оларға сата алмасам, олар кіріп көрмесе, олар түсінбейді ғой ішінде қандай душа бар екенін. Мен оларды кіргізуім керек қой. Сонда да біз коммерческий ходтарды дәл осы прокатқа шығатын кезден бастап ойластырып жатырмыз. Ал оған дейін ол дүние үлкен махаббатпен жасалған, душамен жасалған. И, конечно же, даже коммерческий планда жасалған. Ол дүниесіз никак. Андайда, мысалға, бізден мынандай бір адамдарда қалыптасып қалған, и мне кажется, жаңағы ақшаға байланысты түрлі блоктар деп ойлаймын. Егер артынан адам сенің ақша табатыныңды білсе, артынан сенде ақша табу деген егер көзқарас болса, ол уже дұрыс емес көзқарас. Сен әлемдерге тегін көмектесуің керек. Сен, если душаңның проектісі болса, сал сол душаңды. Сен ештеңе алма, сен тек бер деген позицияда қарайды. А мне кажется, нет. Наоборот. Сол душа салынған проекттер атып кетсе, өте көп коммерциялық планда бюджет жинап жататын болса, ол бюджет ертең одан да хайырлы, одан да мощный, масштабный проекттерге өсетті. Оны алып алып, қалтаңа тығып алып, сосын барып өзіңнің астына Range Rover мініп алып, жүретін адамдардың, мысалға мен ойлаймын, қатарынан емеспіз деп. Но и сондай примерлер көп болғаннан кейін ба, сондай бір өте қатты теріс пікірлер и негатив. Артынан ақша табатыныңды білсе адамдар, біліп едік, таза ниет емес екен дейді. Сонда ниет, былай қарасаң, ақшамен байланысты болса, адамдар ойлайды, ол таза ниет емес деген секілді. Хотя на самом деле нет, ол әлемнің біздің жасап жатқан еңбекке и біздің адамдарға беріп жатқан пайдамызға көрсеткен приятный ғана бонусы ғой. Мен оны солай қабылдаймын. Негізі, егер шығармашылықпен, сенің идеяңмен оны бизнес модель қылып алатын болсаң, екеуін ұштастыра алсаң, ол керісінше қоғамды, жалпы ғаламды алға жылжытады деп ойлаймын. Мысалы, Стив Джобстың өзі, оған бір идея келді, қандай да бір өзінің ішіндегі бір басында болып жатқан процесстер болды ғой, идея, және оны бизнес модель ретінде қарады ма, үлкен система құра алды ма. Біздің қолымызда түрлі техника, iPhone да бар, Mac та бар. И ол біздің өмірімізді жеңілдетті. Сондықтан менің ойымша, бұл тарапта шығармашылық өніміңнен ары қарай жалғастырып ақша табуды көздесең, ол өте жақсы мотивация болады деп ойлаймын. Сондықтан бұл нормально. Конечно. Қалыпты нәрсе. Көріп отырған көрермендердің арасында, сіздің аудиторияңызда менің бір идеям бар, ол біреуге керек бола ма, болмай ма, бір жасағаннан кейін қалып кете ма, не болады деген белгісіздік болып жүрсе, шығармашылық және оның артынан бизнес. Және солай адам тоқтап қалмай, ары қарай тағы да шығармашылықпен айналыса береді. Ары қарай ізденіс болады, құлшыныс болады. Ал егер тек қана шығармашылықты жасап, оны айналаңа тарада берсең, ол сенде ресурстың таусылуын алып келеді, сен жанасың, күйесің, выгорание болады, шығарма да жоқ, басқа да жоқ деген нәрсе қалып қояды. Точно. Тиктоктағы нелер бар ғой, Кореяда контент бар ғой, Корея адамдарды жинап алады да, и соларға сұрақ қояды, соларға продукт алып береді да. Ана кісілер өмірге сондай қапалы да, бір шетінен ше, мен кезінде естіген, бірақ өкімет менің бірде-бір идеямды қолдамады. Маға біздің кезімізде ештеңе болмады деген секілді дүниелер айтылған кезде, мен кішкене былай бүйтем да. Жауапкершілік 50-50 ғой негізі. Сенің идеяң, менің идеям ешкімге керек емес, ешкім мені қолдамады дегенің, ну и что? Я сені қолдамайды. Я саған сенбейді.
и сол адамдардың ойы сені егер уже о басынан ештеңе істемеуге итеріп тастайтын болса, значит саған қатты керек те емес болды да, жарып шығу. Идеяңның адамдарға жетуі де саған негізі керек болмады да. Сондықтан да сен алдыңда біреудің сөзінің жарты жолында алып ілесіп қалып қойдың. И честно, если честно, мен андай қалай айтсам болады, мен жертва адамдарды нет, я вообще бірден иіс келе ма сондай, бірден адамдар ой ол сен деп бастап атқан кезде мен уже түсінемін да, ответственности сен өзіңе алсаң осы күнге дейін, сен қазір осылай маған демес едің ғой жаным деген секілді. Осы Лаула фильмінде әдетте фильмдер қалай түсіріледі, қазір прокатқа шығып жатқандардың барлығы емес, көбісі инвестор тартады, қаржыландыратын адам болады, я сол идеяны жүзеге асырады, одан кейін ары қарай түскен табысты бөлісіп алады. Лаула фильмінде инвестор болды ма? Лаула фильмінің инвесторы да, продюсері де, соңындағы полын жуған адам да, ол мен деп ше. Ол менің өзім. Яғни өз еңбегіңізбен тапқан табысыңызды осы жаққа салдыңыз. Иә. Негіз бар ғой, бір жылдай оны прокатқа шығармай, түрлі қарсылықтармен жүру деген негізі үлкен мерзім. Мен психолог маман ретінде білем да. Сен көп арманыңды арманғана салынбайды, ол жерде ақша да салынады, уақытыңда өте көп ресурсың салынады. Сен оны жасайсың, міне бітті деген кезде, одан отдача дейміз ғой, кері керек нәрсені ала алмай қалған кезде, негізі ол адамды қатты күйретіп жібереді. Тіпті стресс болуы мүмкін бір деңгейде. Сонша уақыт күтіп, енді біраз уақыттан кейін ғана шығып жатқаны мен үшін бір таңғалатындай нәрсе болып жатыр. Бұл неге олай болды? Бұл алдын ала келісілмеді ма, или бұлай болатынын білмегендіктен ба, қалай болды деп ойлайсыз? Бұл бір сіздің қателігіңіз. Мысалы, кейбір адамдар болады, о, идея лап етеді да, жасайды, бірақ ары қарай қалай жалғасатынын білмей тоқтап қалады ғой. Сізде осы тұста жіберген қандай қателік болды сіздің ойыңызша? Жаңағы сұрағыңызға как раз таки мен ойланып отырмын да, басында сіз сұрақ қойдыңыз ғой, еще жаңа коммерциялық па, коммерциялық емес па деп. Мен душа деп айттым ғой. Душа, но артынан бұл фильм маған 100 миллион теңге алып келді, уже ешқайда шықпай-ақ. Яғни сіздің жеке бренд болып қалыптасуыңызға ықпал етті. Иә, біз артынан запуск жасадық. Бұл өте үлкен маркетинговый ход, инфоповод болды. Артефакт. Иә. Осы инфоповод маған жаңадан плюс 20 мың оқырман алып келді. Плюс менің продуктым... Прокатқа шықпай тұрып. Менің продуктымның танымалдылығын алып келді. И ол жерде менің осы маркетинг әлеміне қалай келгенім көрсетіледі. Және артында әдемі переход бар. Менің шәкірттеріме. И сол бір презентациядан кейін, сол фильммен біз фильм түсірді деген өте үлкен артефактпен запуск жасадық. И сол запускты біз рекорд қойдық, біз 100 миллион теңге табыс таптық. Ол жерде прокаттың иісі де шыққан жоқ. Біз солай, возможно, андай қалдық та, жаңа күйзеліске ештеңе таппай біз қалып қойған жоқпыз да. Ал фильмге енді 100 миллионнан аз кеткені белгілі, но біз оны солай аяқтап алдық. Яғни бұл жерде тек фильмге ғана сүйеніп отырған жоқсыз, табыс деп айтатындай, одан да басқа қадамдар бар. Енді бұйырса прокатқа шыққаннан кейін табысыңыз ары қарай арта берсін. Сіздің қызметіңізге жүгінетін жандар өте көп болсын. Солай болатынына үміттіміз, сенімдіміз, солай бола берсін. Окей, мен жаңа қай тараптан айттым, кейбір адамдарда фильмнен басқа өнім болмай қалады. Иә. Возможно, мен егер сразу нәтижесін көрмесем, мен де сондай күйзеліске түсетін едім деп ойлаймын. Тәуекелге тігеді. Иә. Барын қояды, не қайтады, не жоқ болады деген сияқты. Бұл жер бұл өте маңызды. Жалпы мен осы соңғы кездері Ресей нарығында өте көп байқап жүрмін. Жаңағыдай кейбір мамандар бар, арнайы маркетологтарды оқытатын, немесе продюсер болатын, сонда айтады, сен әр қадамыңды қандай да бір артефактпен белгілеп отыр. Мысалы, бір деңгейге жетсең, курс жасадың ба? Окей, келесінде офлайн бір продукт жаса. Сосын оларда өткенде теракт болған Крокусқа шығу деген өте бір үлкен деңгей болды. Ол жақта шоу жасау деген, одан кейін фильм түсіру деңгейі. Сізде бұндай қадамдар болды ма негізі? Негізі сол жақтан келген идея сияқты. Иә. Мен андай ғой, түрім қазақ, ішкі әлемім орыс, ағылшын. Түрім, тілім, дінім қазақ. Менің өзім өте қатты адамдардан
шабыт алатын адаммын. Мгм. Мен білмеймін, шынымды айтайыншы, Эльвира ханым, мен қайдан бұндай болып тудым. Мен қазақ отбасындағы қарапайым, кішкентай ауыл секілді қаладанмын, но мен всегда, я внутренне понимала то, что я создана на что-то большее. И мен всегда, қазірдің өзінде мен американский контентті, мен российский инфобизнесті өте қатты зерттеймін. И біздің нарыққа, былай айтқанда, фильм түсіру деген инфоповодты алып келіп, инфобизнесмендердің айналасы, мен осы күнге дейін я же инфобизнесмен, мен өзімді сол салада, мен өзімді ұстаз ретінде позиционировать етемін, мен студенттерім өте көп, и маркетингті мен түбін зерттеп, конечно же, ол идея шетелден алынды, ол идея орыстардан алынды, орыстар өте осындай мықты инфоповодтар жасайды. Біздің Қазақстанның рыногына бірінші болып алып келдім ғой. И біз даже фильмді түсірген кезде, фильм в большей степени даже прокаттың дүниесі емес, в большей степени ол запусктың алдындағы инфоповод болды ғой. Жеке брендке. Жеке брендке. Негізі мынандай нәрсені байқаймын. Менің де ұстаздарым Ресейден, Украинадан, шетелдік мамандарға жүгінемін ғой. Және бірге сабақ өткеннен кейін олардың аудиториясы, бағыттаған аудиториясы негізі сол өз өңірлері, ресейліктер, украиндықтар. Соларға қараймын да, олардың өзін ұстауы, олардың қатынасы білімге, немесе жалпы аудитория ретіндегі бізден мүлде басқа айырмашылығы бар. Сіз байқадыңыз ондай да? Мысалға, менің өзім, мысалға 12 миллиондық наставничестволар өтем. Сондай орыс эксперттерінен. И там я чувствую абсолютную безопасность. Мен жалғыз қарашашты, жалғыз азиат болсам да, я там чувствую безопасность. Жоқ, аудиторияның айырмашылығын байқадыңыз. Вот, я там чувствую безопасность. Если мен аудитория айырмашылығын байқасам, өзімді бір бөлек қой сезінсем, мен бұл менталитеттердің үлкен айырмашылығын сезінсем, менде, я думаю, безопасность сезімі болмайтын еді. И именно, мысалға, ценностьтермен, да, мы очень сильно различаемся. Олар мұсылман халқы емес, олардың менталитеттері бөлек деген секілді. Олар более раскрепощенные, олар более пробивные, олар проявляться етеді деген секілді. А бізде ол нәрселер енді бұлай. Оянып келе жатыр, я. Но рынок движется туда, деп мен айтушы едім. Яғни, олар бірнеше қадам алда жүріп кеткен болуы мүмкін, біз келе жатырмыз. Келе жатырмыз, да. Но прям төмен деңгейдеміз деп те айтпайтын едім. Жоқ, ол төмен, жоғары деген нәрсе емес, айырмашылық. Құндылықтар басқа, өткерген тарих басқа, сосын қалыптасқан генетикалық код басқа, мүлде басқа неміз. Олар больше кішкене агрессивті қозғалысқа бейімде болса, бізде ондай қатты не жоқ та, біз негізі өзі момын халықпыз деп айтамыз, табиғатымыз момын деген сияқты. Сен тимесең, мен тиме дегендей. Яғни осы жағынан айырмашылықтар болады да. Мен қуаныштымын. Бұрынғы интернет жоқ кезде, немесе өзіміз оқулықтан білеміз, біздің тарих беттерінде, түрлі әдебиетте мықты деп көрсеткен көрнекі тұлғаларымыздың өзі шетелге барып, білім, ғылым жиып, келіп еліне үйреткен деген сияқты бір өте көп өмір баяндарын білеміз, өмірінің тарихын білеміз. Сол дәуір әлде болып жатыр негізі. Бірақ бізде шекаралар ажырады. Бұрын шетелге барып білім алу үшін айлап жылдап уақыт кетсе, қазір кім жылдам, кім ол нәрсені алып келіп, мына жаққа әдем продукттар жасай алады, әдем жеткізе алады. Кім түсінікті жеткізе алады, ұстаздық жолға түсе алады, сол нәрсе болып жатыр негізі. Және мен өте қуаныштымын. Ол қолдауға бір-бірімізді, біздің халық өте ашық қой негізі. Біреу егер шығармашылықпен айналса, егер қандай да бір жақсы нәрселерді жасап жатса, халық өзі көтеріп алып кетеді. Қандай болса да ештеңесіне қарамай. Және сіздің бастап жатқан жобаңызды да халық қолдайды деп ойлаймын, үміттімін. Одан кейін де бұл бастама ретінде болып, ары қарай өте керемет туындылар бола берсін. Ең бастысы бастау. Айтады ғой қазақта, сен жолға шық, жол өзі алып барады деп. Сіз уже жолға түстіңіз. Шын мәнінде солай. Андай ғой, мысалы, инфобизерский тема бойынша айтатын болсақ, например, да, енді бізде инфобизнесмендерді қарайды ғой, біздің рыноктың жаңағы жоғары төмен дегенде мен что я подразумевала. Наоборот, мысалға, қазақтарда әлі агрессивная продажа деген бар.
тықпалап сату деген бар, больға басып адамды жертва состояниесіне түсіріп сен топпассың, вот это вот все, ол дүние әлі бар. Экологичностьқа наоборот Ресей рыногы уже тезірек жетіп жатыр. Олар ол этаптан өтті да уже. И енді халық качественно, некачественно деген дүниені ажырата алады. Манипулировать етіп жатқан инфобизнесмендер уже ажырата алады. И тек экологичные, чистые продукты там қазір атып жатыр деген секілді ше. Ал біздің халық енді соған келе жатыр. Енді келе жатыр. Вот фильтрленіп жатыр. Я, жол, олар бізден әлдеқайда алдағы жолда, біз мына жердеміз, былай бара жатырмыз. И то же самое мысалға, бірақ бір күшті бір момент бар. Біз мысалға орыстарды мен көргеннен кейін фильм түсірем дегенде идея келіп тұр ғой маған. А олардың фильмдерін түсіргенін қарасаң, олар любительский проекттер да, 15 минуттап, 20 минуттап сериал қылып, 4-5 серияға бөліп түсіре салады, бір камерамен, 2 камерамен былай жүріп ше. Ал дәл осы біздің рынокқа келіп, оны полный метр қылып жасап, оны кәдімгі прокатқа шығатындай, ол тоже прокатқа оның нелері бар ғой, шығу үшін оның өзінің там хронометражы, бүкіл нәрсесі сәйкес келу керек деген секілді өзінің ішіндегі кухнясы бар ғой, сол нәрсені сәйкестендіріп жасау, я думаю, вот это самое главное. А мен негізі анандай қылып көргем тоже, мен де сөйтіп солар секілді жасаймын деп. Оңай болады, 1, 2, 3 оңай. Я. И осы кезде мені былай бүйтіп алып кеткен, ол нәрседен бүйтіп алып кеткен, любительский проекттен профессионализмге қарай бөле жақындатқан жаңағыдай шын мәніндегі профессионалдар ғой. Сондықтан да мен осы жерде түсінгенім, даже қандай саған түсініксіз момент болса да, өзім істеймін, өзім көремін деп көп уақыт жоғалтудың қажеті жоқ екен. Просто білетін адамдарына көмекке жүгіну керек. Қызметін сатып алу керек. Біз құнды төлеп, оның құндылығын алуды үйренуіміз керек та. Даже магазинге кірсең де бір нәрсені саған тегін бермейді ғой. Киноға кірсең де билетті сатып аласың ғой деген секілді, өзіңнің орныңды сатып аласың да. Бүкіл нәрсенің құны бар. Точно так же жеңістің де негізі құны болады. Әрине. Міне, адамдар сол жеңістің құнының қандай болатынын білмейді да, только алсам, не беретіні жоқтар жағында. Сондықтан да көп адам жеңіске жетпей жатады. Ал білмеймін, бізді қарайтын, осы Лаула фильмін көретін адамдар осы бір посылды, смыслды сезінетініне сенімдімін. Мен сізді өте жақсы түсінемін. Сізді прям осы жерде қолдағым келіп тұр да. Мен былтыр кітап жаздым. 1 жыл бұрын екеуміздің сәйкестікті байқап тұрсыз. Мен қолмен жаздым, кәдімгі қолжазбамен қағазға түсіріп, одан кейін компьютерге теріп, менде де сіз сияқты ойбаған болды. Барам, баспаға бере салам, шыға салады деген сияқты процесс болды да. Бірақ оны редакциялау бар, кітаптың өз бір оңай жұмыс сияқты көрінгенмен, редакциялау бар, көптеген процесстен өтеді ғой. Сол моменттерде кейде мен басқа жаққа бұрылып кеткен кез болды да, өйткені көп нәрсені жасап болдым ғой дегенде ой болады. Болды, бітті, осымен аяқталды, мен қайта қарағым келмейді деген. Яғни сол моментте өзіңе демалыс берсең, біраз уақыттан кейін қайтып айналып келуге болады. Сен ендігісі өсесің, басқаша көзқараспен қарайсың, басқаша реттейсің деген сияқты. Және бұйырса мен де биыл келесі айда осы мамыр айында деп отырмыз. Бұйырса кітабым шығады. Сонда сәйкестік шығармашылық процестің бір параллельде жүрміз кәдімгідей. Бұл жерде айтқым келгені, кез келген өнім, ол мейлі фильм болсын, мейлі кітап болсын, немесе басқа да жасалатын ағартушылық бағыттағы сабақтар болады, ол курс болсын, егер ол адамның ішкі жан дүниесінен шыққан процесс болатын болса, ол 1, 2, 3 деп бола салмайды. Ол кәдімгі табиғаттың көктеп шығатын шыбығы сияқты. Басында қылтияды, сосын гүлдеп бәрі күшті болып кеткен сияқты болады да, сосын гүл жоқ болып кетеді, түсінбейсің да қайда кетті. Оны баптауды жалғастырсаң, ары қарай жемісін де көре бастайсың. Кәдімгі табиғи процестен өтетін табиғи құбылыс сияқты. Бұл да адамның жан дүниесіндегі бір проекттің өзі бір бала сияқты ғой. Сіздің балаңыз мысалы кеше пайда болып, ертең қолыңызда емес қой, сол сияқты өте көп эмоцияны проживать етеміз. Және бұл сіз айтқан жаңағы құн төлеуіңіз. Және бұл жерде астын сызып, маған ұнағаны астын сызып айтқым келген. Мен өзім білем демей, сырттан басқа көзқарастарды да алу, кәсіби мамандардың пікірін сұрау, толықтыратын жерін толықтыру, ол кетіп бара жатқан жолыңды жеңілдетеді. Кәдімгідей басқа көзқараспен, басқа немен алып шығасың. Сондықтан мен фильмді көруге асықпын.
Бұйырса. Бұйырса. Андай ғой, заңдылық деген нәрсе бар ғой. Біз өмірдің мынандай заңдылықтарын қабылдауды үйрендік та кішкентай кезімізден. Таңнан кейін күн батады, 8-ден кейін 9 болады, 10 емес. Жаңбыр жауған кезде, жаңбыр не үшін жаудың емес, сен зонтикті алып шығасың деген табиғи заңдылықтарды қабылдап үйрендік та. Бірақ осы бір проекттің, фильмнің, кітаптың шығу жолындағы заңдылықтарды қабылдап үйренбедік та біз. Жетістікке жетудің заңдылығын қабылдап үйренбедік та. Біз бағанағыда қарсыласамыз ғой, егер жаңбыр жауып кетсе, неге жаңбыр жауып кетті? Біз зонтик іздеп жүгірмейміз уже. Біз зонтикке ақшамыз жоқ болса, зонтикке қалай ақша табам демейміз. Біз неғып жаңбыр жауды бүгін, прогноз кәні. Солай қарап тұрмыз да қазір былай айтқанда. И менің ойымша, жеңістің де артындағы заңдылықты қабылдап үйренген адам ғана соңына дейін алып бара алады деп ойлаймын. Негізі бізде мынадай бір не шықты ғой. Университетте оқудың қажеті жоқ. Бір саланы меңгеріп алып ары қарай алып кетуге болады деген сияқты. Мен ойымша, адам ретінде де, маман ретінде де университетте оқу, немесе мектепте оқу өте маңызды да. Өйткені адамның психикасын, жалпы ағзасын, жалпы миын, бүкіл процесін қадам-қадаммен жүріп өтуге үйретеді. Бірінші сынып, екінші сынып, солай жалғасып 11-ге дейін барасың, одан кейін бірінші курс, екінші курс. Яғни бұл реттілікті, шыдамдылықты, төзімділікті және ақырындап келесі сатыға өтуді үйретеді. Егер біз бірінші сыныпқа барып, мен әріп үйрендім, болды, бәріңді қырам, жоям деп, біз университетке өтіп кете алмаймыз, иә. Яғни баяу көтерілеміз. Сол сияқты арманға жету жолында, мақсатқа жету жолында сондай баспалдақтар бар. Иә, как раз таки фильмде сол нәрсе көрсетіледі. Сол баспалдақтармен көтерілсең, сен жетесің. Да. Фильміңіздегі осы бір маңызды ойды көрермен алып кетеді деген сенімдемін. Яғни шыдау. Да. Күте алу. Да. Мен мысалға Петропавлға оқуға түспегенімде, мен ана депрессияда жатқан кадрларымды көрсетеміз. Сөйтіп мен жатпағанда, мен қазір мына жерде болмайтын едім. Мені сол кездегі бір 6 айлық депрессия, мен мына жақта не істеп жүрмін деген сұрақты маған өзіме қоюға алып келді. И сол моментте тұрған жеріңде, дәл қазір тұрған орның саған ең хайырлы орын, бүкіл нәрсені бастауға екенін түсіндірді да. Мен ойладым, мен универді бітіріп кеткеннен кейін күштірек боламын деп оның алдында. Мен универді Алматыда оқысам күштірек боламын деп ойладым. Ең күшті вузда оқысам. Иә, мен универде айфон ұстап жүрсем, блогер бола аламын деп ойладым да. И сол нәрсе менің реальностьмен, ожиданием сәйкес келмеген кезде, мен студенческий өмірім сондай қиын болып басталды да. Менде просто, еще мен барам ғой, сосын барып, әке, мен оқымаймын, болды, мен тастаймын деп, мен бірінші семестрдан кейін заттарын бәрін жинап барам. Папам сол кезде, мен әлі күнге дейін папама рахмет айтамын ғой. Рахмет, пап, маған дипломыңды алмай, мына үйге келме деп айтқан сол кезде. Мен ана жаққа кеттім да, мен ешқандай реальностьті өзгерте алмайтынымды түсіндім. И менің бүкіл жолым дәл сол Петропавловсктың сол қабырғасында, жатақхананың қабырғасында басталған ғой. Сөзіңізді өлейінші. Қазір депрессияда жүрген адамдар болса, Лаураны байқадыңыздар ғой, негізі депрессия адамға пайдалы, егер одан бір нәрсені алып шыға алсаңыз. Және маңызды емес. Петропавлда депрессияда боласыз ба, Балида боласыз ба? Бар болғаны ойды, сұрақты дұрыс бағыттай алу және жауапты ести алу. Мен жаңа байқап жатырмын, фильмнің идеясы Балида келді дедіңіз. Одан кейін Петропавлда жүрген кезде сұрақтарды қойдыңыз өзіңізге, яғни бұл жерде ашып көрсеткім келгені, депрессияда жүрсеңіз, одан шығатын жол бар. Бар одан шығатын жол, және ең қызығы, ол жолды еще поезд секілді күтіп отырмау керек та, қашан келеді мына жол деп. Анау, как будто қазір Петропавлда келмейді ол жол, Алматыға кетіп қалсаң келетін секілді емес. Петропавлда тұрып өте үлкен халді өзгерту керек ішкі. Сол кезде сол өзгерткен хал ғана сені Алматыға алып келеді. Неге депрессияда ондай ойлар келеді? Өйткені адам сыртқы шумнан, сырттың шуылынан, түрлі информациядан тыйылады ғой. Оңаша қалады. Ештеңе қызық болмай қалады депрессиядағы адамға. Ешқандай кездесуге барғың келмейді, көп нәрсені көргің келмейді. Жай жатасың. Жатқан кезде адамның ішкі үні ояна бастайды. Ішкі қалауы ояна бастайды. Мен осыны жасағым келеді. Арманы ояна бастайды. Яғни бұл депрессияға түсетін сәтті күту емес. Оңашалануға болады. Оңаша қалып, бірнеше күн әлеуметтік желіні көрмей,
кездесулерді тоқтатып өзіңмен өзің қалып жалпы серуендеп жүріп жалпы мен не қалаймын, маған не керек деген кезде адамның ішкі үні естіле бастайды да, және соны жасайтын ары қарайғы қадамдар да көріне бастайды. Ең болмағанда алғашқы қадам көрінеді. Бұл өте әдемі процесс. Және фильмде бұл тұс егер ашылатын болса, онда көрерменге беретін месседжі көп болғаны онда. Жалпы көрерменнің жас айырмашылығы, диапазоны қандай деп ойлайсыз? Кімге арналған? Біздің фильм жастарға арналған. 12+, 12-13 жастан бастап, қазіргі кезде андай ғой, 16 жаста ақыл тоқтатады деген әңгіме уже жоқ та, 17 жаста тоқтатады деген нәрсе жоқ. Адамдар менің інімнің өзі қалай тез дамып бара жатқанын мен әлі күнге дейін таң қаламын да. И то же самое, қыздар еще больше тез, қазір 12 жасар қыздар, они просто вы их не узнаете, да? Олардың өсу жылдамдығы өте жоғары. И дәл сондай адамдардың өзі 12 жастан бастап кіреді, Құдай қаласа, фильмге. И вплоть до 35, 35, 40 жастағы адамдардың өзі алып кетеді деп ойлаймын. Ата-ананың өзі де, даже мама папасымен баратын болса, алып кететін үлкен бір мәні, миссиясы бар. Ата-ананың рөлі бар бұл фильмде. Ата-ананың қолдауының маңызы бар бұл фильмде. Қалай сол менің қолдауға жеткенім бар. Міне осы дүние бар. Потому что дәл осы фундаментте бір шетінен адамның адам болып қалыптасуына көмектеседі деп ойлаймын. Потому что кішкентай бала үшін ең үлкен рөлді ойнайтын ол анасы ең бірінші, және әкесі. Үй, ошақ. Сондықтан да 12 жастан бастап жастар, особенно студенттер, не бітірсем екен, не істесем екен, қандай бір темка бар деп жүргендер болатын болса, вот бүкіл сол жандар келіп қарауы керек. Қыздарға сөзсіз мотивация беретініне сенімдімін. Негізі ата-аналардың өзіне үндеу тастау керек сияқты. Өйткені бізде жалпы осы инфонарықта или медиа нарықта деп айтайық, телевизиялық программалар бар, немесе YouTube программалар бар. Көбісі олардың жасалатын балалардың өнімін алатын болсақ, көбісі кішкентай балаларға арналған. Мультфильмдер түсіріледі, ойын-сауықтық бағдарламалар түсіріледі. Одан кейін үлкендерге арналып кетеді да, бірден жеткіншектердің назары тыс қалады. Бұрын бізде болатын еді ғой, Азамат деген бағдарлама болатын, дебатты көрсететін. Одан кейін 21 ғасыр көшбасшысы болатын, мысалы, ол біліммен жарысты көрсететін еді. Қазіргі нарықты білмеймін, ол сияқты бағдарламалардың бар жоғын. Бірақ осындай көркем туындылар, фильмдер жеткіншектерге арналып жасалса, онда керемет қадам, менің ойымша, көп болса. Өйткені бұл қалт-құлт еткен тұста жеткіншек оңай оңға бұрылып кетсе де, солға бұрылып кетсе де, тек алдынан кім шақырады, ар жақтан кім шақырады. Мысалы, кел, ішімдік ішу деген жақсы, кайф десе, сол жаққа кетіп қала салуы мүмкін. Немесе керісінше арманыңа адал бол, мақсаттарыңды жаса, алғашқы қадамды істе, және соңында мынандай нәрсеге жетесің десе, ол жаққа да бұрылып кету өте оңай. Сондықтан бұл көбірек сондай, дұрыс айтасыз, студенттер, жеткіншектерге көбірек месседж ретінде берілсе. Қазір өзі айтады ғой, енді халықтың пікірі өзгеріп келе жатыр, өйткені біз адаптация процесінен өттік, бізге инфобизнес деген нәрсе жаңа болып кірді. Жалпы инфокеңістіктің өзі жаңа болып кірді бізге, бұл нәрсені бірнеше жылдан бері біз бейімделу процесіндеміз адамдар, бұл қалыпты нәрсе. Бірақ мен қазіргі буындарды бізден кейінгі 2000-нан былай қарайғы, немесе 2000-нің айналасындағы буындардың пысықтығына, ширақтығына, батылдығына өте қатты сүйсінемін. Яғни бұл мен қаштайып қалдым деген нәрсе емес. Қарайсың кейде, олар бізге қарағанда, немесе біздің ата-анамызға қарағанда әлде қайда батыл, көп өзінің қадамдарына еркін ұмтылып жатады да. Көрем ғой көп контентті, мен ата-анама үй алып бердім, көлік алып бердім деген сияқты. Кішкентай өзі, бірақ оны алға сүйрейтін, еңбектенуге, ізденуге алға сүйрейтін кәдімгі үлкен қадамдарда мен үшін бұл өте үлкен қуантатын нәрсе. Өйткені сен үндемей жүріп көп нәрсені білдіруіңе болады. Мен жастарға сенемін, жастар, сіздер біздің болашағымызсыздар деу бір бөлек.
оны құр шын сөз. мәнінде іспен там өкіметтен 500 мың теңге грант бөле салу бір жұмыс. Но сол 500 мың теңге қалай жұмсалады? Оны жұмсауға сол жауапкершілікті алатындай жастарды тәрбиелеп жатырмыз ба деген сұрақпен егер жоғарыдағылар задумываться ететін болса, мне кажется, неше түрлі қазіргі өкіметтің программаларда жақсырақ жұмыс жасайтын еді. Потому что сол жастарға бөлініп жатқан неше түрлі дүниелер, неше түрлі күшті, өте керемет баспана туралы болсын, ақша туралы болсын, ол по предназначению негізі кетпейді да. Ну, енді саясат деген нәрсе ол үнемі саясат болып қалады. Ол Жоқ, бұл жерде мен саясаттың жағынан ол жағын не қылғым келмейді, қозғағым келмейді. Мен ана жағын, мысалға, соны алатын адам жауапкершілікті алып тұр ғой, жасөспірім, например, 18-21 жасар адам сондай грантты жеңіп алды. Енді оның қолына сол 500 мың теңге, например, түсті да. И ол оны енді осознанно жұмсай алу керек қой. Ол арманына жұмсаса, ол өседі ғой тағы да. Но ол сол арманына жұмсамай бара жатыр да, ол басқа нәрсеге кетіп қалып жатыр да. Вот сол нәрсе мені күйіндіреді. Мен өкіметке ешқандай нем жоқ. Менің қалайтыным, ал, например, мен уже білемін да, например, ол ақшаны қайда жұмсау керек, қалай жұмсау керек, қалай 2 еселеу керек, 3 еселеу керек деген секілді. Ал сол нәрсені сосын барып өкімет бүйтіп қармақты береді, но қармақпен қалай сосын балықты аулап алуды үйретпегеннен кейін басқа жаққа жұмсалып жатыр да. И именно біздің фильм, осы жастар, я думаю, осы бір ары қарай қалай өмірде дұрыс шешім қабылдау керек, қалай жеткен келіп атқан Құдайдың нығметін, ақшасын басқару керек, қалай жаңағыдай ой мен үйттім, сөйттім, бүйттім деп мақтанып алып кету емес, өзіңнің капиталыңды ары қарай құрастыру керек, финансово грамотный болу керек деген сынды дүниелерді мен осындай проекттер арқылы адам түсінеді деп ойлаймын. Вот мен қазір осы өте үлкен посылды жеткізгім келеді, потому что бүкіл нәрсенің жауапкершілігі бар и құны бар. Артында еңбегі бар. Супер. Бұйырса енді көрермендердің пікірі, бөлісуі, алған әсері, эмоциясы өте көп болсын, қолдау көп болсын, тілектеспін, оң болсын осы фильмнің. Ары қарайға көрерменге беретін пайдасы да, ойы да, жалпы өзінің миссиясын толығымен атқарып шықсын деген тілектемін. Шын жүректен. Және құттықтаймын, бұл өте үлкен жол. Сыртқа көрінуі мүмкін. Ой, ақшасы болғаннан кейін бүйте салады, сөйте салады. А ол ақша қайдан келді? Старт нүкте қайда? Қалай басталған еді? Және ол деңгейге жету үшін неден өту керек, нені өзгерту керек? Бір қыздың хикаясы осыған жауап болады деп сенемін, Лаула фильмі. Және бұйырса кинотеатрда барып көреміз фильмді. Құдай қаласа. Көп касса жисын, бұл да маңызды. Көрермендерге берер көп болсын. Біреуін ғана таңдамаймыз, екеуі де маңызды. Жасаған еңбек және еңбектің өтелуі. Көп рахмет Эльвира ханым. Және ең бастысы аман есен балапаныңызды дүниеге әкеліп, аяқ қолыңызды жиып, арман қалауыңызға жетіп, ары қарай өсе беріңіз. Шын жүректен қуаныштымын. Осындай еңбекқор, жастарды шақыратын, жол көрсететін, мынандай жолмен жүрген едім, болады екен, осы жаққа қарай жүрейік дейтін, үлгі боларлықтай, немесе алыстан қол созатындай сіз сияқты жандардың өсіп келе жатқанына өте қуаныштымын. Бұл тек қана ақпарат қана емес, бұның артындағы үлкен еңбекті де адамдар байқайды деп ойлаймын. Және туындыңыз көп болсын. Аумин. Бұл алғашқысы, тұсаукесері болсын, ары қарай артынан көп фильмде, жобаларда ере берсін. Ал достар, көп рахмет бүгінгі подкастта осы бір Лаула проектісінің тарихын бізбен бірге сезінгендеріңізге. Енді ары қарай осы айтылған сөзден қорытынды шығару, фильмнің атмосферасын сезіну үшін кинотеатрға бару, шын мәнінде қолдау, ол ары қарай сіздердің жұмыстарыңыз. Мен шын мәнінде өте үлкен алғысымды әрбір фильмге баратын адамға білдіремін. Және сіздерге осындай ішкі күш, ерік, жігерді осыны қарап отырған әрбір адамға тілеймін. Егер сіздерге выпуск ұнаса, төменге өз ойларыңызбен, сіздердің оттарыңызды жаққан историялармен, хикаялармен бөлісіңіздер.
возможно мен сіздің инвесторыңыз болып қалам да, уже мен инвестор болам сіздің идеяңызға да. мүмкін. Сондықтан да сіздерге бүгінгі выпускта бірге болғандарыңызға үлкен алғысымды айтамын. Осы выпуск ұнаса аламыз да инстаграмға бөлсеміз, инстаграмда бөліскен жандардың арасынан я просто рандомно күнделікті 10 мың, 20 мың теңгелік ақшалай сыйлықтар ойнатып отыратын боламын. Это просто приятный бонус. Осындай контенттің ары қарай өсуіне, дамуына сіздің қосқан үлесіңіз деп білетін боламын. Барлықтарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.